Ал Ақмола облысында күз мезгілінің бел ортасында қалың қар жауып, көлік қозғалысы қиындады. Ауа температурасы бірден 16 градусқа төмендеп, жолдар аяқ алып жүргізбейтін көктайғаққа айналған. Қыстың қақары күздің бел ортасында келеді деп ойламаған Ақмола облысының халқы абдырап қалды. Толассыз қар жауып, жол толықтай көктайғаққа айналған. Ауа райының күтпеген жерден суытуы алдымен көлік жүргізушілеріне қолайсыздық тудырды. Темір тұлпарларының дөңгелегін қысқыға ауыстыруға келген азаматтар әп-сәтте жөндеу орталықтарында ұзын сонар кезекке тұрды. Ауа райы бұзылғаннан кейін 2 есе 3 есе көбейді негізі. Шамамен бір 25 мәшіне 30 мәшінедей болады. Ауа райының қолайсыздығынан автокөліктер діттеген жеріне уақытылы жете алмай жол азабын тартуда. Әсіресе Бурабай мен Бұланды аудандарында мұз боп қатқан жолдармен көліктер жүруден қалған. Зима, все летние шины. Впереди тоже поток машин стоит. Вон они. Выехать не может никто. Көктайғақтың кесірінен небәрі 2 күннің ішінде 40-тан астам жол көлік оқиғасы тіркелген. Көкшетаудан Саумалкөлге жолға шыққан Мерседес автокөлігі жүк көлігімен соғысқан. Соның салдарынан жеңіл көлік қатты соққыдан 2 бөлініп кетіпті. Ал оның ішінде болған 39 жастағы әйел мен 9 жастағы қызы оқиға орнында көз жұмған. Адамдарды әбігерге салған күннің райы бүгін ғана жақсара бастады. Десе де мамандар сақ болуға шақырады. Келесі аптада солтүстік батыстан келе жатқан антициклонға байланысты ауа райының температурасын төмендеу байқалады. Өткен күндері кей жерлерде ауа райы -16 градусқа дейін суытқан. Полиция департаменті аяздың кесірінен Степногор қаласында тұрақты үй-жайы жоқ. Азамат үсіктен қайтыс болды дейді. Ерболат Асылбек, Информбюро, Ақмола облысы.